Енді бізді қызып тұрған қап-қара болып кеткен сковородкаде өлгенше қызартып пісіретін болды ғой. Ой алла, бұлар да тып-тыныш пісе қойса болады ғой, сөзді көбейтпей. Қайта сендердікі рахат қой, қысылмай топ-томалақ болып пісіп шығасың. Бізді айтсай, бізді бір-біріміздің үстімізде как попало лақтырып тастай салады. Бір нормально қып-қыз болып пісіп шығайын десең де мұрша бермейді ғой. Көп сөйлей бермеңдерші, мінеке қып-қызыл қылып бір-бірлерінің үстелеріңізде мінгестірмей нормально қылып пісіріп жатырмыз ғой. Ал мен айтсаңыздаршы, қайда барса осы көк сумка бар ғой, бұның ішінде не жоқ десеңіздерші, бәленің барлығын салады ғой. Тараканның уы дейма, одан қалды порошок, барлығын осы сумкаға салады бар ғой. Әрең жүрмін бар ғой, өлуге шамам. Зато бұл көк сумкамен қаншама табыс тауып жүрмін ғой мен. Ал біздің өліп жатқанымызға осылай бір апта болды. Не бізді тастауға қимайды, не нормально ұшып өмір сүруге мұрша бермейді ғой. Күйгенде осы шыбындардан күйдім ғой, бүкіл жерге тышып тастағансың. Сендерді қоя беріңдерші, бізді айтсаш, неше ай болды осы столдың үстінде